Ертеде басқа қарттардан ерекше әжей болыпты. Оның ауыз толтырарлық ештемесі болмапты, өте бақытты екен. Ол бұл өмір саяхат, оны күліп өткізесің, не жылап өткізесің дейді. Ол күліп өткізуді таңдаған екен. Сәлем көрші, қалайсың дейді көршісіне. Бар күшімді салып, үй жинауға кірістім дейді көршісі көңілсізденіп. Уайымдама қымбаттым, саған көмектесе аламын дейді әжей. О, сіз өте жақсы адамсыз дейді көршісі. Әжей осылай көршілеріне көмектесіп табыс табатын көрінеді. Оның орнына әжейге ыстық тағамдар немесе тиын-тебен береді екен. Әжей өмірден ешқандай шағымданбайтын, шағымдануға себеп те іздемейтін. Қыс жақындап келеді. Бір күні әжей пеш жағу үшін орманға барып отын жинамақ болады. Ол орман ішіне өлең айтып, көңілді бара жатқанда кенет ол арыққа тап болады. Оның ішінен үлкен қоңыр қазанды көреді. О, Құдайым-ау, бұны кім арыққа қалдырып кеткен? Иесі қайда екен дейді әжей. Кемпір жан-жағына қарап иесін күтеді. Бірақ ешкім көрінбеді. Мүмкін біреу қоқыс деп тастап кеткен болар. Мен оған гүл отырғызып, терезе алдына қоямын деп қазанның қақпағын ашып көреді. Құдайым-ау, бұның іші толған алтын тастар екен. Сәттілік деп осын айт. Өзімді өте бай сезініп тұрмын деп әжей қатты қуанады. Әжей қазанды көтермек болады, бірақ өте ауыр екен. Ойланып жан-жағына қараса, бөденелерді көреді. Бөденелерді байлап, үстіне қап қойып, матамен сүйреп жүреді. Жүріп бара жатып, алтын тастарды қалай жаратуды ойлайды. Көршілеріме де кішкене таратып берейін, олар да қуанып қалсын дейді. Өзіме үлкен үй сатып аламын, әдемі орындық алып, шай ішіп, пештің жанында отырамын дейді. Жұмыс істемеймін, патшайым сияқты өмір сүремін деп ойлайды. Жүріп шаршайды. Демалу үшін тоқтап, қазанның ішін көрмек болып, артына бұрылады. Қызық, оның ішінде алтын емес күміс тастар тұр екен. Құдайым-ау, қандай ақымақпын, іші толған алтын деп ойласам, күміс те жаман емес, тез көзге түспейді дейді. Үлкен үйім болмаса да, әдемі орындық аламын, және пеш қасында отырып шай ішемін дейді. Ол тағы да жүре береді. Ол өзін әлі де бай сезініп келе жатыр. Күміс тастарға не алатынын ойланып келеді. Жүре шаршап, тағы да тоқтап, артына бұрылып, қазан қақпағын ашып көреді. Қараса, қазан ішінде темірден басқа ештеңе жоқ. Құдайым-ау, мен қандай ақымақпын, осы уақытқа дейін күміс деп ойлаппын. Менің көзіме солай көрінген болар. Бұл да жаман емес, темірді сатып, ақша қылатын болдым дейді. Сонда ештеменің жасырудың қажеті болмайды. Өзімнің жұмыстарыммен айналысып жүре беремін дейді. Үлкен үй алмасам да, кішігірім пеш жасап, орындықта отырып шай ішемін деп ойлайды. Ол тағы да жүріп кетеді. Ақшасын қалай жұмсауды ойланып барады. Жүре шаршап, тағы да демалмақ болып тоқтайды. Артына бұрылып қараса, қазан орнында жай ғана тас болады. Құдайым-ау, бұл өте жақсы ғой. Алтын, күміс, ақша бәрі менің мазамды қашырып еді. Оларды қалай жаратуды ойлап басым ауырып кетіп еді. Мен қазір өте бақыттымын. Мен қақпа астына тас қоюды ойлап жүр едім. Сәттілік деп осын айт деп қуанады.
тастың қақпа астында қалай көрінетінін көруге асығады. Үйге жетіп тасты алмақ болып атқа бұрылса, жаңағы тас бұрынғыдан да үлкен болып кетіпті. Құдайым-ау, бұл өте жақсы болды ғой. Мен оған отырып шәй іше аламын, маған орындықтың қажеті жоқ. Бұл керемет болды ғой, дейді әжей. Тасты алмақ болып еңкейгенде, тас үлпілдек мақта құбыжыққа айналады. Құдайым-ау, бұл деген тамаша ғой. Бұрыннан үй жануарын алғым кеп жүреді. Кіре ғой үйге, дейді кемпір. Құбыжық, немене сен, қандай адамсың өзі? Мен сені алтындармен, күмістермен, темір таспен арбамақ болдым. Сен әр кезде де көңілді, бақытты болдың. Еш арызданбадың. Енді міне қорқынышты құбыжық болып тұрмын. Бірақ сен тағы да мені керемет дедің. Бұдан артық бұл жерде қала алмаймын, деп құбыжық көбелекке айналып ұшып кетеді. Кемпір ештеме болмағандай үйіне кіреді. Үйіне кіріп қараса, үлкен тас тұр екен. Таңдана қарап тұрғанда, тас әдемі орындыққа айналады. Кемпір қуанып орындыққа отырып көреді. Отырып үстел үстінде тұрған темірге көзі түседі. Оны ертең апарып сатамын деп, шәй демдеу үшін асханаға кіреді. Бұл жерден қазан іші тола күмісті көреді. Кемпір өте бақытты болады. Артына бұрылып қараса, қазан тола алтынға көзі түседі. О, Құдайым-ау, алтындар, күмістер, темір, орындық. Кемпір әр күніндегідей көңілді еді. Ол өз алтындарын көршілеріне таратып береді. Әжей бізге тек қанағат етуді білу емес, көңілсіздікке түспеуді, оны мүмкіндігінше көңілділікке айналдыруды үйретеді. Оқиғаларға басқа қырынан қарау керектігін, сонда ғана бақытты болатынымызды үйретеді.